Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздерге ең дәмді кокос қосылған пирогтың жасалу жолын көрсетемін. Қаймақ, жұмыртқа, шекер қосып венчикпен араластырамыз. Біркелкі массаға айналғаннан кейін бөлме температурасындағы сары майды қосып, қолымызбен мыжғылаймыз. Разрыхлитель және ұн салып, жұмсақ қамыр иелейміз. Ұнды аз-аздан қосып отыру керек. Қамырымыз дайын, енді начинка жасауға кірісеміз. Творог пен сахарды қасықпен жақсылап араластырып аламыз. Үстіне кокосовая стружка салып, тағы да араластырамыз. Осымен біздің начинкамыз дайын. Қамырды екі бөлікке бөлеміз, біреуі үлкен, біреуі кішкентай болуы керек. Үлкен қамырымызды жаямыз, қалыңдығы қатты жұқпада емес, қатты қалыңда болмау керек. Диаметрі 24 сантиметрлік формаға орналастырамыз. Үстіне начинкамызды біркелкі етіп салып шығамыз. Кішкентай қамырымызды да қатты жұқа қылмай жаямыз. Видеода көрсетілгенде кесіп шығамыз. Кесілген қамырларды пирогтың үстіне қойып, решетка сияқты қылып әсемдеп шығамыз. Қалған қамырларды мен жайып, арнайы жұлдызша пішіндегі қалыппен кесіп, төрттің бетін сәндедім. Сіздерде қалауларыңыз бойынша осылай жасасаңыздар да болады, немесе жасамасаңыздар да өз еркілеріңізде. Әдемі қып-қызыл болып пісу үшін қамырдың үстіне жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста 30-35 минут шамасында пісіріп аламыз. Дайын болған пирогты толықтай суытып, бұдан соң ғана кесеміз. Кокос қосылғаннан кейін дәмі ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.